Всем привет! Достар бүгінгі видеоға қош келдіңдер. Бүгін бізде тағы да сериал. Бүгін бізде ұзақ па қысқа ма белгісіз. Сондықтан мен мұны көп сериал дей алмаймын. Сондықтан бізде басты кейіпкерлермен танысып кетейік. Бұл видео сериалдың аты әпкелі сіңлілер деп аталады. Сондықтан әпкелі байқпыз біздің бізде анасы. Оның аты Азире, және бұның аты Айла, Аружан және Арнұр. Я көрдіңіздер бәрі адам басталады. Өйткені мен жаңа бастадым. Әпке құру тұрғаннан жалығып кеттім, бір ойнайық. Я сөйтейік, мен қазір бір ойын шығып келген, екі адамдық. Соны келіп ойнайық, я. Так, ойыншыққа екен. Группасын қойма, ашылған ба? Қойын, не апарайын. Неке, әкелдім. Енді осыны отырып ойнайық. Так, мына күлді мен мына жерге қоя салайын. Енді ойнайық. Коробкасын тоже қоя салайын бір жерге. Так, қой тұрмайды екен. Жақсы, ойнайық. Екінші телефоник Сулифа. Так, мен бірінші. Так, кесірет. Мен жалғап кеттім, болды ойнамай қояш. Басқа ойындар ойнайық. Аш пысып кетті. Шын айтасың, бұл шылым қызықсыз. Қорабына салып қойайын. Неке, мынаны апара салайын, или мынаны осы гүлдің орнына қоя салайық. Так, кітаптарымды да соға тұрайын. И болды. Неке. Жақсы, мен кеттім, анашыма кешіме. Анашыма кешім қайғы барасыр. Біз жұмысқа еттік, сендер үйді қарап қойындар ема? Біз кеттік өндіші жұмысқа. Сау бол, қызым. Бетінен сүйдім. Сау болыңдар. Жұмыстарыңызды сәттілік тілеймін. Сау бол, қызым. Біз кеттік енді жүрек жұмыстан қаламыз. Әпке, қалым қатты ашып кетті. Әпке дейім. Тұрыңыз шоқыдан. Не болды? Ұйықтап кетпін қойна кітапта. Ой, жақсы, не болды? Мен қарным ашты. Тамақ пісіп беріңізші. Тамақ дейсің ба? Қандай тамақ? Бір жұмыртқа қуырып бересіз бе? Жақсы, ендеш мен қуырып берейін жүр. Так, не қалыпты? Осы жұмыртқа қанша екен? Так, бұл жерде жұмыртқа біреу қалыпты. Саған біреуін қуырып берейін, мен өзім пицца жей берейін, я? Жақсы, пицца бар ма, не? Мен пицца жей, сіз жұмыртқа қуыра берейін. Жарайды, екеуміз пиццаны жейгінда. Так, пиццада тек бір бөлме екен ғой, оны қалай жейміз? Так, онда мен жұмыртқаны жей берейін, сіз пицца жей беріңіз. Жоқ, сен екеуінде жей бер, мен саған екеуінде істеп берейін, мен өзім бір бар тамақ жеймін ғой. Я, шынымен үйде азық түліктер бітіп жатыр. Әкемен ана айту керек, келе жатқан алатын шығар. Я, алатын сияқты, өйткені кеше толып тұрған, кеше бір күнде бір жерге бітірген сияқтымыз. Солай сияқты ғой. Қалақай жұмыртқа. Неке жұмыртқаның саған салып берейін. Шипер, мен кішкене кепкен сияқты, я? Я, солай сияқты, бірақ маған бәрі бір жей беремін. Так.
Мына жерде бір бар екен ғой. Нан бар екен. Мінекей, нан. Нанмен жейін. Мен не жесем болады екен? Мына жерде осындай шоколад бар екен ғой. Осыны жей берейін, иә? Екеумізге осы жарайды. Мен тойып қалдым, енді барып бет-қолымды жуа берейін. Маған ұнады, иә. Мен онда еще мына ыдыстарды өздеріне жуа салайын. Жуу керек мына ыдыстарды. Бір жағынан болмайтын шығар енді. Ыдыстарды да жуып бітіп, мен барып теледидарым емес, кітаптарымды оқып тастайын. Жанына жарты бет қалып ұйықтап қалғанға еді. Ай, осы жұмыртқаның бар ыдысына. Жер жатады ғой, бітіп қапты ғой анау да. Кеш батып кетіпті ғой, бұл қазір анам мен әкем келеді қай. Мен барып сіңлімді қарап келейін. Ұйықтап қапты ғой, жынейім сол күштесін. Ана жауып қояйын. Қайдалыстан мен кеттім. Лақай, анам мен әкем келді. Шаршап кеттік. Анашым, әкешім, қалайсыздар? Қызым, жүр ұйықтайық, біз шаршап тұрмыз. Бүгін жұмыс өте қиын болды. Жақсы, жүріңіз, мен сіздер үшін ыдысты бәрін жуып қойдым. Тамақ ішпесіздер ма? Бұл кеште қандай тамақ? Біз ұйықтай берейік. Қарным тоқ, мен барып бет-қолымды жуайын. Мен ұйықтай беремін. Жаңа жұмыста жүріп алғанмын. Мен де ұйықтайын ендеше. Сіңлім қасына ұйықтай салайыншы. Әйтпесе жерде жатты, үстіде жатып, өсте шаршап кетті. Мен ұйықтай беремін. Ей, тоқта, мен бет-қолымды жуып келдім. Тез ұйықтайықшы, шаршап. Ертең таңертең тағы да жұмыс. Күнде жұмыс болып кетті ғой, қашан демалыс болады екен.